Сәлеметсің бе, оқушы? Қазақ тіл сабағын жалғастырамыз. 4-ші сынып, 26-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. Сабақтың мақсаты жай сөйлем мен құрмалас сөйлем бір-бірінен өзгешелігін білетін боламыз. Сөйлем түрлерін ажыратуды үйренеміз. 54-ші жаттығу бағанның екі жағындағы сөйлемдерді оқып, өзара салыстыр. Оқушылар тәртіпті болса, ұстаз қуанады. Ауылдан адам келді, ауылдан адам келсе, мен қуанам. Әжем жіп үйіріп, одан кеудеше тоқыды. Демек, балалар бірінші бағанда сөйлемдер, жай сөйлемдер берілген. Ал екінші сөйлемде екі күрделі ойды білдіріп тұр. Арасында үтір бар, демек бұл жайылма құрмалас сөйлем. Балалар, бағаның екі жағындағы сөйлемдер бір-біріне қандай өзгешелігі бар деп ойлайсың? Оқушылар тәртіпті бұл жерде тек қана тұрлаулы мүшелерден тұр, ал келесі сөйлемде тұрлаулы мүше және тұрлаусыз мүше қатысқан. Бағаның екі жағындағы сөйлемдердің әрқайсысына қанша ой берілген анықтау, олардың тығыз белгілеріне көңіл бөл. Демек, балалар, мына жерде екі ойды білдіріп, арасында үтір бар, демек бұл құрмалас сөйлем. Бірінші бағанда сөздер жай сөйлемдер деп аталады, ал екінші бағанда құрмалас сөйлемдер деп аталады. Себебі екі жай сөйлемнен құралып күрделі ойды білдіріп тұр. Бағаның бірінші жағында сөйлемдері бір ой ғана ой айтылған, ал бағаның екінші жағындағы сөйлемде тек бір ойды білдірсе, екінші бағандағы сөйлем екі ойды білдіріп тұр. Екі ережені есте сақтап жаттап аламыз. Екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді құрмалас сөйлем дейміз. Мысалы, Шолпан келіп мені театрға ертіп кетті. 55-ші жаттығу Мери мен Әлидің диалогын оқы. Әли, қазақ жазушысы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінде құрмалас сөйлем өте көп қолданылған. Оның надандық атты әңгімесінің мәтінінде үш жай сөйлем кездеседі, қалғандары құрмалас сөйлемдер. Мери, одан қандай қорытынды шығаруға болады? Әли, күрделі ойды білдіру үшін көбінесе құрмалас сөйлемдер қолданылады екен. Жай сөйлем қанша жайылма болғанымен күрделі ойды жеткізе айтып, ұғымды етіп беруге жарай бермейді. Сондықтан ауызша сөйлеуде де, көркем әдебиетте де құрмалас сөйлем көп қолданылады. Мери, құрмалас сөйлемде қандай тыныс белгісі қойылған? Әли, жазғанда құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасында көбінесе үтір қойылады. 56-ші жаттығу мәтінді оқы. Мұқан Иманжанов. Ол кішкентай бала, алыстан қаладан келді. Жергілікті бала Кәрім дөрекі тентек. Балалар одан қорқады. Кінәсін айтпайды. Кішкентай бала қорықпай, оны батыл әшкереледі. Мен қорқпадым, ұжым бір тентекке соққы бере алмады ғой. Мен оған ұрғызып қояма, деді ол. Тентек жеңілді. Кішкентай бала дұрыс істеді. Досқа адалдықпен көмектеспей, оның кемшілігін беліне айтпай, адам дұрыс тәрбиеленбейді. Аурулық жасырған өледі дейді халық. Мәтіндегі сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Құрмалас сөйлемнің жай сөйлемнен өзгешелігін түсіндір, құрмалас сөйлемдерді теріп жаз. Демек, бұл жерде ол кішкентай бала жай сөйлем, онда алыстан қаладан келеді, ол күрделі құрмалас сөйлем. Жергілікті бала Кәрім дөрекі тентек, құрмалас сөйлем. Балалар одан қорқады, жай сөйлем. Кінәсін айтпайды, жай сөйлем. Кішкентай бала қорқпай, оны батыл әшкереледі, құрмалас сөйлем. Мен қорқпадым, жай сөйлем. Ұжым бір тентекке соққы бере алмады ғой. Бұл жай сөйлем. Тентек жеңілді, жай сөйлем. Кішкентай бала дұрыс істеді, жай сөйлем. Досқа адалдықпен көмектеспей, оның кемшілігін беліне айтпай, адам дұрыс тәрбиеленбейді. Бұл құрмалас сөйлем. Ауруын жасырған өледі дейді халық. Бұл жай сөйлем. 57-ші жаттығу өлеңде неше құрмалас сөйлем бар екенін айт. Қисық бала қасынан ағып өтеді, қалардай жолдан кешігіп. Қарттарды қағып өтеді, сұрамайды кешіріп. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. Үлкеннің жолын сол бала ұялмай кесіп өтеді. Іркіле тұрса сәл ғана, япырмау несі қайтеді, не кетеді. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. Мұсафар Әліпбай. Өлеңде демек балалар 5 құрмалас сөйлем бар екен. Бұл жерде япырау несі қайтеді, шайқайды басын ағалар. 58-ші жаттығу жалғасын тап ойына. Құрмалас сөйлем бірінші жай сөйлем берілген, оқушылар келесі бөлігін табады.
Ол бүгін ерте келіп, сабағын орындады. Лезде аспанды бұлт торлап, нөсерлетіп жаңбыр жауды. Жаз ыстық болса, қыс суық болады. Жарайсыңдар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.